Сәлем достар, барлығымыздың өз-өзімізбен сөйлесетін кездеріміз болады. Біреулер жалғыз қалғанда сөйлесе, біреулер автобустарда сөйлесе береді. Ұят болса да бұл қалыпты жағдай. Бірақ ойлап қараңдаршы, саған басқа адам жауап беріп тұр. Ал егер жалғыз болмаса ше, олар 24 болса. Бұл екі салаңа бүгінгі шығарылымда Билли Миллиган жайлы болмақ. Уильям Стэнли Миллиган, кейінірек Билли Миллиган деген атымен танымал болған. 1975 жылы Билли Миллиган дәріхана тонап 2 жыл түрмеде отырған. Түрмеден шыға салысымен ол 3 әйелді зорлаған. Сотта ол кінәлі деп табылып, тура сот отырысында оның ішінде тағы 10 адам бар екені анықталады. Миллиганның адвокаттары оны кінәлі еместігіне сотты сендіреді. Оған дәлел ретінде олар Миллиганның ішінде бірнеше басқа да тұлғалардың барын және барлық қылмысты солар істегенін айтады. Осының арқасында Миллиган ақталып шығып, сот шешімі бойынша оны психиатриялық емханаға диагнозы толық емделмейінше ұстауын талап етеді. Билли Миллиган сот ісінде бірнеше тұлғалық диагнозбен ақталып шыққан алғашқы адам. Кейін емханада доктор Дэвид Коулдың қарауында болып, одан тағы 13 адам табады. Мысалы, менің үйіме 24 сән никак сыймайды. Оған вечерға барып, ешқайда барып қажеті жоқ. Ол вечерде жүр. 1988 жылы 10 жылдық емдеу кейін Миллиган толығымен сау деген шешім қабылданып, ол бостандыққа шығады. Билли Миллиган бір өзінің ішінде 24 толық жетілген тұлғаға ие болған. Олардың ішінде 10 негізгісі. Билли Миллиганның өзі Артур Смит, ағылшын азаматы, ғалым, атеист. Рейджен Вадаскевич, югославиялық, дальтоник, физикалық формаға жауапты. Аллен алаяқ, манипулятор, агностик, портрет салады, барабанда ойнайды, жалғыз оңақай және жалғыз темекі тартатын адам. Адалана 19 жаста, лесбиянка, 3 әйелді зорлаған осы Адалана, және Томми, Дэвид, Кристин, Кристофер, сосын Дэнни. Билли Миллиган оқиғасы Дэниел Кизаның Билли Миллиганның көптеген танулары және Миллиган соғыстары атты документалды романдарында айтылады. 2014 жылдың 16 желтоқсанында бір телеканал 12 желтоқсан күні Коламбуста Огайо қарттар үйінде Билли Миллиганның қатерлі ісіктен қайтыс болғанын хабарлайды. Оның жасы 59-да еді. Бүгінге осы достар, сіздер бұл туралы не ойлайсыздар? Расында сенесіздер ме оның ішінде 24 адам жаны болғанын? Жауабын комментарийге қалдырыңыздар, лайк басайық, каналға жазылайық. Назар аударғандарыңызға көп рахмет. Келесі шығарылымда кездескен